Үшінші қазанға арналған жолда жорамал. Тоқта, бұл күні жағымсыз жағдайларсыз күн өтпейді. Бірақ та оның бірі де сізді жолыңыздан тайдырып, қалағаныңыздан бас тартуыңызға әсер ете алмайды. Қиын сәттерде сіз ешкімді шақырмастан тек жалғыз өзіңіз барлығын шешкіңіз келеді. Бұл жақсы әдіс болмақ. Осының арқасында сіз өзіңізге кедергі жасауы мүмкін адамдардан аулақ болып, тек өз қалауыңызды жүзеге асырасыз. Сонымен қатар уақытыңызды да біршама үнемдейсіз. Сіз ойлағаныңыздан да жақсы деген нәтижелерге қол жеткізесіз. Жақын адамдарыңызбен маңызды нәрселер жөнінде сөйлесіп, ортақ әрекеттер жайында да келісуге болады. Жақындарыңыз сіздің ойларыңызға құлақ асады және ешқандай да сөз таластырулар орын алмайды. Торпақ, бұл күн сіз еш нәрсе жайында уайымдамастан сәтті болғалы тұр. Сіз бұл күні үйреншікті шаруалармен де, жаңа шаруалармен де жақсы айналысасыз. Бүгінгі күні ойыңызға келетін жаңа идеяларыңыз сізге алдағы уақытта табысыңыздың ұлғаюына мүмкіндік беретін болады. Сонымен қатар өте қызықты ұсыныстар да түсуі мүмкін. Бұл ұсыныстарды сізге таныс, бұрын бірге жұмыс атқарған адамдар жасайды. Осындай сенімді адамдардың ұсынысын көп ойланбастан қабылдауыңызға болады. Осы күні бастаған нәрселеріңіз сәтті боларына күмәніңіз болмасын. Көптеген торпақтар өздері ойлағаннан да жақсы нәрселерге қол жеткізеді. Егіздер, бұл күні ең бастысы өзіңізді шаршатпауыңыз керек. Шаршауыңыз бүгінгі күні сіздің ашулануыңызға тікелей себеп болады, және сіз болмашы нәрселердің өзіне де айналаңыздағылармен ұрсып шығуыңыз мүмкін. Бұныңыздан сізге көмектескісі келіп, қамқорлық танытқысы келетін мейірімді адамдар зардап шегеді. Өзіңізге қымбат адамдарға барынша төзімділік танытуға тырысыңыз. Бұл күні өзіңізге және жақындарыңызға тыныш демалыс ұйымдастыруға мүмкіндігіңіз бар. Сіз жақсы демалыс барысында күшіңізді қайта қалпына келтіріп, жаңа әрі мықты идеяларды ойлап таба аласыз. Кешкі уақытта болашаққа қатысты жоспарларыңызды ойластырғыңыз келеді. Осының арқасында ойлағаныңызды жүзеге асырудың жақсы амалдарын қарастыратын боласыз. Шаян, бүгінгі күні айналаңыздағылар сізді түсінбей немесе сынап жатса, барынша сабыр сақтап, төзімділік танытуға тырысқаныңыз жөн. Бұл күні сізді үйреткісі келетіндер әдеттегіден қарағанда көп болмақ. Солардың арасында пайдалы нәрселерді айта білетін адамдар да болуы мүмкін. Сол себепті барлығына да құлақ асқаныңыз жөн. Ал кейбір орынсыз сын айтып жатқан адамдарға мән бермеңіз. Осындай жағдайларда сіздің әзілқойлығыңыз көмектеседі. Күннің екінші жартысы жұмысқа қатысты маңызды шаруаларды талқылауға, сонымен қатар ұзақ уақытқа арналған серіктестік жөнінде сөйлесу үшін қолайлы уақыт болмақ. Сіз қазіргі жағдайды нақты бағалай білесіз және өзіңіздің қолыңыздан келетін нәрселерді ғана уәде етіп, мүмкін емес нәрселерден дереу бас тартасыз. Арыстан, күннің бірінші жартысында сізге төзімділік ауадай қажет. Бұл уақытта сіз үшін аса жағымды емес оқиғалар, айналаңыздағылармен сөзге келіп қалулар мен сөз таластар орын алады. Сіз басқалармен жақсы қарым-қатынасты сақтау үшін ешкімді ренжітпеуге тырысып бағасыз. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Барлық шаруаларыңызды дер кезінде аяқтауға мүмкіндік бола бермеуі мүмкін, және бұл сіздің жүйкеңізді жұқартады. Күннің екінші жартысы барынша сәтті әрі жемістірек болмақ. Бұл уақытта сіз өзіңізді және жақындарыңызды мазалаған проблемаларды шеше аласыз. Бикеш, бұл күні барлығымен жақсы ортақ тіл табысудың сәті түсе бермейді. Бұл күні маңызды сұрақтарды талқылауды кейінге қалдырғаныңыз жөн. Себебі сізді түсінбейтін адамдармен уақытыңызды бос өткізіп, жүйкеңізді жұқартқаннан мұны кейінге қалдырғаныңыз дұрысырақ болмақ. Сонымен қатар бұл күн болашаққа қатысты жоспарларыңызбен бөлісу үшін де қолайсыз күн.
Кейбір нәрселерге сенімсіздікпен қарау бүгінгі күні өз күшіңізге сенуіңізге кедергі болады. Оның үстіне сіздің бизнесіңіздің дамуына немесе жұмысыңызға қатысты идеяларыңыздың тамаша екенін естен шығармаңыз. Бұларды қазіргі таңда жүзеге асыруға мүмкіндік болмағанымен, алдағы уақытта сіз барлығын жоғары деңгейде жүзеге асыратын боласыз. Таразы, бұл күні барынша мұқият болыңыз. Мұқиятсыздық бұл күні жағымсыз салдарға келіп, өміріңіздің барлық саласына кесірін тигізеді. Бұл күні барлық нәрседе жолыңыз бола бермеуі мүмкін. Алайда сіз бар күшіңізді салып бақсаңыз, сәттіліктерге қол жеткізуіңіз мүмкін. Сонымен қатар бұл күні табандылығыңызда өз жемісін бермек. Әсіресе сізге сенімсіздікпен қарайтын адамдармен күресуде немесе өзіңіздің сенімсіздігіңізді жоюға жақсы ықпал етеді. Сіздің жаңа шаруаларыңызда шығып қалуы мүмкін. Бұл шаруаларды жақсы атқарып шығу үшін сізге бар күшіңізді салып, уақытыңызды босқа өткізбестен, шаруаларыңызды атқару барысында білмегеніңізді үйрену қажет болады. Сонымен қатар сіз үшін пайдалы болатын жаңа танысуларда орын алуы ықтимал. Кейбір таразылар бұрынғы таныстарымен қайта араласуды бастауы да мүмкін. Сарышаян, жұмыс үшін жайлы күн болмақ. Бұл күні өзіңізге ғана емес, айналаңыздағыларға маңызды болатын шаруаларды жақсы атқарып, үлкен сәттіліктерге қол жеткізуіңізге мүмкіндіктер бар. Сарышаяндардың мықты интуициясының арқасында олар бүгінгі күні іскерлік өмірінде үлкен белестерді бағындыра алады. Атап айтсақ, жаңа әрі тиімді келісім шарттар мен табысты ұлғайтуға мүмкіндік беретін жобаларды бастау тағысын тағы. Сонымен қатар, сәтті сәйкестіктер мен тосын сыйлардың да болуы ғажап емес. Жақын адамдарыңыз сізді жағымды жаңалықпен қуантып немесе тосын сый жасауы мүмкін. Кешкі уақыт маңызды сұрақтарды талқылау үшін қолайлы уақыт болады. Бұл уақыт жемісті өтпек. Мерген, бұл күні жақсылап дем алып, көңіл көтеріп, өзіңізді барлық нәрседен демалдырғаныңыз жөн. Өте маңызды шаруаларға зейін аудару әдеттегіден қарағанда сіз үшін қиынға түсуі мүмкін. Сондықтан да бұл күні маңызды шешімдерді қабылдаудан аулақ болыңыз. Сіз көп нәрсені байқамай, қателіктерді жасап қоюыңыз мүмкін. Әрине, қасыңызда сізге кеңес беріп, тура жолды көрсететін адамдар баршылық. Олардың сөздерін мұқият тыңдағаныңыз жөн. Сізге рухани тұрғыдан жақын адамдармен әңгімелесу сіз үшін пайдасын тигізбек. Олармен бірге жоспарларыңыз немесе идеяларыңызды талқылап армандауға да болады. Бұның барлығы сіздің көңіл күйіңізді көтеріп, өмірге оптимистік көзбен қарауға мүмкіндік беретін болады. Тауешкі, маңызды сұрақтарды талқылау үшін қолайлы күн. Бұрын ешкімнің басына келмеген қызықты идеялар мен өзгелерді өзіңізге қарата аласыз. Бұл белгідегі көптеген жандар жаңа шабыт көзін табуы мүмкін. Ал кейбір тауешкілер не жасайтынын түсінетін болады. Бұл күні жаңа әрі жемісті серіктестіктің басталуы әбден мүмкін. Ортақ шаруалар жаңа достық немесе романтикалық қарым-қатынастардың себепшісі де болуы ғажап емес. Сіз бұл күні әдетте ештеңені ұната бермейтін адамдардың да өзіңізге қызықтыра аласыз. Сонымен қатар, көптеген тауешкілерге ақша түсіп, сәтті сауда жасауына мүмкіндік болады. Суқойғыш, бұл күні сіз әдеттегіден қарағанда тым сезімталсыз және өзіңізге айтылған кез келген нәрсені жүрегіңізге жақын қабылдап қаймығуыңыз мүмкін. Бұл күні өзіне қарамастан өзгелерге сын айтып, өзгелердің кемшілігін бетіне басуды жақсы көретін адамдардан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Осындай адамдар қазіргі уақытта сізге өте нашар әсер етеді. Жағымсыз энергиялардан құтылуға пайдалы шаруалармен айналысу көмектеседі. Осының арқасында сіздің көңіл күйіңіз біршама жақсаратын болады. Сонымен қатар жаңа нәрселерді үйреніп, өз жақтастарыңызбен жаңа жобаларыңыз немесе жоспарларыңызбен бөлісуіңізге болады. Егер сіз өз қызығушылықтарыңызбен бөлісетін адам таппасаңыз, қызығушылықтарыңызды жоғалтып алуыңыз мүмкін.
Балықтар, күннің бірінші жартысын барынша тиімді қолдануға тырысқаныңыз жөн. Дәл осы уақыт жайлы уақыт болмақ. Бұл күні аяқсыз қалған шаруаларды аяқтап, жаңа шаруаларды бастауды қолға алып, тіпті бұрын бастауға жүрексінген шаруаларыңызды да атқаруға мол мүмкіндіктер бар. Бұл ретте сізге жақсы достарыңыз бен таныстарыңыз көмектесе алады. Жеке өміріңізде де жақсы өзгерістердің орын алуы әбден мүмкін. Тіпті бұрын тек ұрысып келген адамдармен де сіз жақсы тіл табыса аласыз. Егер де жақын адамдарыңызбен сөзге келіп қалған болсаңыз, татуласып барлығына нүкте қоюға болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.